Good morning, dear children. Today our theme is by the sea. Бүгін балалар біздің тақырыбымыз теңіздің жанында деп аталады. Бүгін біз балалар сабақта жаңа сөздермен танысамыз, present continuous шағымен және оны қалай қолдану керегін үйренеміз. Today we will learn new words, what present continuous tense is, how to use present continuous tense. Vocabulary on the theme: swim, make a sand castle, boat, get wet, sail, water sky, surf, pool, dive, open your dictionary and write down new words, children. Open your copybook and write down the date. Let's do exercise, children. Match the picture. Суретпен сөздерді сәйкестендіреміз, балалар. Present continuous tense созылыңқы осы шақты білдіреді. Қазір болып жатқан іс-әрекетті present continuous шағы қолданамыз, иә? Present continuous'ты қолдану үшін, балалар, біз to be етістігін қолданамыз. Now, at the moment, қазір осы уақытта. Present continuous шағын қолдану үшін to be етістігін қолданамыз. To be етістігі am, is, are болып бөлінеді. I есімдігінде am болады to be етістігі. He, she, ұл балаға he, қыз балаға she, it, жансыз заттарға, иә? Сол кезде біз is'ді қолданамыз, to be етістігі is болады. Адамның аттары есімдеріне байланысты да is қолданылады. Айша is, Қайрат is, cat is болып қолданылады. Көпше түрде to be етістігі a болып қолданылады. You are, we are, they are, Kate and Bob are болып қолданылады. Мысалға, өзіміз туралы айтқан кезде I am jumping болады. Мен секіріп жатырмын дәл қазір. He is swimming. Ол жүзіп жатыр дәл қазір. ing жалғанады. They are reading. Олар кітап оқып жатыр. Cat is sleeping. I am reading. He is reading. She is reading. It is reading. You are reading. They are reading. We are reading болады, балалар. The girl is reading a book. Суретте қарап отырсаңдар, иә? Қыз кітап оқып жатыр дәл қазір. Ескерту. Етістік, dive етістігі дауысты дыбысқа аяқталып тұрғаннан кейін, одан кейін ing жалғанған кезде и әріпі түсіп қалады. Swim етістігінде ing жалған кезде m әріпі екеу болып қалады. Homework, children.
present continuous шағын қолданып сөйлемдерді аяқтаймыз. Complete the sentences, then match. Goodbye, children.